Заманауи процессор ядролардан, кэштен, көптеген контроллерден және қосымша графикалық чиптен тұрады. Оның жұмыс схемасы 4 кезеңге бөлінеді. Біріншісі, процессор бағдарламаны қалай орындау керектігін түсіну үшін нұсқаулар қажет. Олар жедел жад процессор ішіндегі ең үлкен жадқа L3 кэшіне шығарылады. Ол барлық ядроларға ортақ. Ядро – бұл барлық есептеулер жүргізетін функционалды блоктардың чипі. Содан кейін нұсқаулар L3-тен ядро ішіндегі жадқа L2 кэшіне келеді. Сол жерден нұсқаулық үшін кэшке. Екінші кезең. Нұсқаулар декодердегі микрооперация командаларына айналады. Декодтау келесі нұсқалар ағынын күтпес үшін процессор оларды болжай алады. Егер олар дұрыс емес болып шықса, жойылады. Жұмыс дұрыс жолмен жалғасады. Бұл екі кезең фронт-энд деп аталады. Үшінші кезең. Кейбір микрооперация командаларына тек белгілі бір тәртіппен орындауға болады. Ол үшін олар қайта тапсырыс беру буферіне түседі. Белгілі бір тәртіпте декодталған нұсқаулар орналасқан микрооперациялар кэші бар. Содан кейін командалар жоспарлаушыға қай жерде орындалуы керек екенін анықтап кезек жасайды. Төртінші кезең. Порттар арқылы реттелген командалар регистрге. Содан кейін арифметикалық логикалық құрылғыларға түседі. Барлық есептеулер арифметикалық логикалық құрылғыларда жүреді. Содан кейін нәтижесі L2 кэшіне және қажет болған жағдайда L3 және жедел жадқа жазылады. Бұл екі кезең back-end деп аталады. Процессордағы көп ағынды қосымша регистр арқылы жүзеге асырылады. Ал кейбір арифметикалық логикалық құрылғылар командалардың жетіспеушілігінен бос тұрады. Ал басқалар жұмыс істейді. Және әрине, олар параллельно жұмыс істей алады. Кезеңнен кезеңге өту бір немесе бірнеше жолақты алады. Секундына бір өлшем 1 Гц. 5 ГГц секундына 5 миллиардты так секунды. Бұл процессордың жиілігі. Оны сағат генераторы формула бойынша реттейді. Бұл процессордың жиілігі. Оны так генераторы формула бойынша көбейтілген X жиілік шинасы. Қолмен жиілікті арттыру үдеткіш деп аталады. Процессор атаулары. Сандық таңбалаудың соңғы 3 цифры Core i3, i5, i7, i9, Ryzen 3, 5, 7, 9 сызықтарына жатады. Үлкен сан жоғарғы жиілік немесе одан да жоғарғы ядро, немесе барлығы бірден. Бірінші сан немесе сандар процессор буынын білдіреді. Әріптік белгілері. Intel Core. F. Процессорға бейне чипке салынбаған. K. Тактылық генераторын қолмен орнату мүмкіндігі. Зауыттық жиіліктердің жоғарылауы. AMD Ryzen'ді. Pro. Жабық көбейткіш. G. Бейне чипінің болуы. X. Жиіліктердің жоғарылауы. Үдеткіш потенциалдың жоғарылауы.